Құран оқып үйрену, оның ішінде Құран әліппесі, яғни араб әліппесі бойынша бүгін бізде бірінші сабақ, және біздегі сабақтардың барлығы оңай түрде үйретілетін болады. Енді араб әліппесінде жалпы 28 әріп бар. Сол 28 әріпті бүгін өтетін боламыз. Біріншісі тік таяқшамен тұратын, бұл алиф деп аталады. Енді бізде мысалы ағылшын тілінде A, B, C, D деп жаттаймыз да, B-ді B деп оқимыз ғой. Дәл сол секілді алфавитте алиф деп аталады. Ал оққан кезде алиф дыбыс бермейді. Екіншісі ол бә. Бә оққан кезде біз оны Б деп оқимыз. Тә араб алфавитінде Т деп айтамыз, оққан кезде Т деп оқимыз. Мынау сә. Бұл жерде сақау. С, яғни сә деп алфавитте айтамыз, ал оққан кезде С деп оқимыз. Джим алфавитте айтылуы, оққан кезде дыш деп д-мен ж-ны қоса айтамыз. Дыш. Х дыбысын береді. Бұл тамақтан қысып шығу керек. Х деп оқимыз. Дәл д, зәл з, бұл сақау. Р, зә з, син с, шин ш, сод с, дод д, то т, зо з, айн а, хойн х, фә ф, қоф қ, кәф к, ләм л, мим м, нун н, вау у, х я и.